Баршаңызға сәлем. Мен бүгін үй жағдайында донер жасайтын боламын. Үйіңізде не бар, соны салып та жасай беруге болады. Осындай дәмді, сочный, күшті болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге фарш керек, чипсы, қияр, помидор, шуа, сәбіз салаты және сұйық май керек, куркума керек, паприка, кетчуп, майонез, қаймақ, тұз, бұрыш, чеснок қажет болады. Ең әуелі қызып тұрған майға фаршымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін үстіне бір қасық куркума, паприка, бұрыш, тұз, жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне жуамызды саламыз. Және тағы да араластырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша жуа салсаңыздар да, салмасаңыздар да болады. Қақпағын жауып 5 минутқа қойдық. Міне біздің фаршымыз дайын. Осылайша қуырып аламыз. Келесі бізде соус дайындаймыз. Ең әуелі қаймағымызды салып аламыз. 3 қасық қаймақ саламыз. Содан кейін тағы да 3 қасық майонез саламыз. Енді осының үстіне чесногымызды саламыз. Содан кейін қара бұрыш саламыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Біздің соусымыз дайын. Лағашымызды алдық, менде лағаш магазиндегі лағаш. Және фаршымызды салып, оның үстіне чипсиді майдалап жібереміз. Содан кейін помидор, қиярымызды қойып шығамыз. Одан кейін корейский салатты салып шығамыз. Үстіне кетчуп құямыз, соусты құямыз. Салатын кесте салып, лағашты әдемілеп тұрып орайтын боламыз. Бірге қылып, сән-жағын осылайша орап шығамыз. Біздің донеріміз дайын. Енді осыны қызып тұрған табаға донерімізді салып, екі жағын пісіріп аламыз. Үй жағдайындағы донерлеріміз дайын. Осындай дәмді, сочный, күшті болып шығады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.